Сіздер ме, құрметті қыз келіншектер, бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз, яғни босанғаннан кейін көп келіншектерді мазалайтын тақырып, қынабымызды қалай тарылтсақ болады. Мен бір емес бірнеше бала босандым, бұрынғыдай емеспін, маған дискомфорт жағдай келтіреді, зәрімді бұрынғыдай ұстай алмаймын, сәл түшкірсем жаңағы зәрім шығып кетеді деген сұрақтар көп мазалайды. Бұл қандай келіншектер мазалайды? 30-35-тен 40-тан кейінгі келіншектер, 50-ден кейінгі апалар осы сұрақтар көп мазалайды. Бұл қазіргі жағдайда 21 ғасыр ұялатын жағдай емес келіншектер. Бұл барлық келіншектерде кездесетін жағдай. Және айта кететін жағдай, бұл кесарево мен кесар тілігі арқылы босандым, менде ондай проблема болмауы мүмкін дегенде ойдан аулақ болыңыз. Сіз 9 ай бойы баланы көтердіңіз ғой. Ол бала сіздің ауырлық күші түседі, сіздің қынабыңызға да, сіздің зәр шығару жолыңызға да, сіздің жатырыңызда да 9 ай жатқандықтан, сізде де бұл шағымдар, бұл жағдайлар кездесуі мүмкін, кесар тілігімен босансаңыз да. Бұл не деген сөз, қыздар? Бұл қынапты бізде бұлшық еттер қаптайды. Ол сфинктерді бұлшық еттерге жатады. Олардың күші жыл өткен сайын кетіп, жаңағы сфинктердің жабылуы нашарлап, жаңағы қысу нашарлап, осындай жаңағы шағымдар әйелдерге алып келу мүмкін. Қандай шағымдар? Мен жоғарыда айтып өткендей, дискомфорт жағдай, астыма ауа жиналатын сияқты деген сияқты, зәрім ұстамайды, күйеуім бір астымды кеңейіп кеткен сияқты, жаңағы сезімдер бар деген сияқты әйелде шағымдар болуы мүмкін. Осындай сұрақтар мазаласа, әрине бұның қазір 21 ғасыр емдеу түрлері өте көп. Халық арасында қазір ең бірінші әдіс, ең және тиімді әдіс, ұзаққа кететін әдіс, негізі біздің келіншектер өте көбісі еріншек. Босанған кезде мен барлық келіншектерге оны кеңес беремін. Кегел жаттығу, кегел жаттығу деп айтады. Ол жаттығуды сіздер білесіздер. Ол неғұрлым бүгін 10 рет жасаңыз, ертең 20 рет жасаңыз, арғыны 30 рет жасаңыз, бала емізіп отқанда жасаңыз, үнемі жасасаңыз, ол сізге жақсы результат береді. Яғни жақсы сізге результат береді. Ал көп келіншектер бізде жасайды да аяғына дейін жеткізбейді. Сондықтан әрине ол сізге ешқандай результат көрінбейді ондай кезде. Кегел жаттығу негізі ең ешқандай қосымша ақшаны ештеңені требовать етпейді, және қайтымсыз. Егер аяғына дейін жасасаңыз, үнемі жасап тұрсаңыз, өз бұлшық етіңізді жаттықтырып, сіз қалпына келтіресіз. Ең тиімді, ең орысша айтқанда безопасный, сізге зияны жоқ метод болып саналады осы кегел жаттығу. Одан кейінгі қыздар әдіс, ол қазіргі бізде кремдер, гельдер бар, жаңағы уақытша қынапты тарылтатын. Ол бізде көп қыз келіншектер жыныстық қатынас болар алдында пайдаланады. Бұл бірақ қыздар ұзаққа жетпейді, керісінше бұл кремді гельді көп пайдаланған қыздар керісінше жаңағы қынаптың жаңағы жиырылу функциясы әлсірей береді қыздар. Керісінше сіз кейін бұл процесс мен жаңағы гельдермен, майздармен емделінеді деп айта алмаймын. Бұл уақытша ғана әсер етеді, және оның келешекте сіздің денсаулығыңызға жаңағы бұлшық еттің жиырылуы жылдамдығы керісінше әлсірей береді. Бұл уақытша ғана әсер. Енді үшінші қазір көп халық арасында тараған палочка-чка деген бар. Қытайдың шығарған көп шөптерінің құрамын шығарылған осындай палочка-чка деген бар. Оны көп әйелдер пайдаланады. Бұның қазіргі енді бұрын бір 5 жыл, 10 жыл бұрын шығар, көп оны білмейтін, қазір дәрігердің бәрі біледі. Бұл да уақытша, және де бұл керісінше қынаптың шырышты қабатын қыздар күйдіреді.
күйдіріп жаңағы жиырылтады, иә. Оны көп жағдайда мысалы әйелдің өзі де дискомфорт жағдайына алып келеді, және де қосылған ерінің, яғни сергінің де жаңағы жыныстық мүшесіне де зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан бұндай жаңағы түрлерін пайдаланбағандарыңыз жөн. Үшінші, менің халық арасында тәжірибемнен көп естуім, жаңағы ашудасты пайдаланады, соданы пайдаланады, иә, келіншектер, қыз келіншектер жаңағы қынапты кішірейту үшін. Ол дұрыс емес, қыздар, ол дұрыс емес. Неге дұрыс емес? Мен алдында да басқа тақырыптарымда айтып өттім. Қынаптың өзінің белгілі микрофлорасы бар. Сіздер соны бұзасыздар. Бұндай бөгде заттарды пайдалана отырып, сіз керісінше өз денсаулығыңызға зиян келтіресіз. Бұлардың сізге зияны болмаса пайдасы жоқ. Сондықтан ондай ашуда, сода дегенмен шайынуды, сол арқылы қынабыңызды тарылтам деген ойдан аулақ болыңыз. Қазір ең көп тараған қынапты тарылтудың укол арқылы, иә, қыздар, өздеріңіз білесіздер, ол өте көп тараған. Біздің Қазақстанның ірі қалаларында косметолог, жаңағы гинеколог дәрігерлер өте көп. Укол арқылы жаңағы қынапты тарылтуға болады. Бірақ ең сіздерге айтатын, ең соңғы дайындап отқан жаңағы әдісім, бұл операциялық жолмен қынапты тарылтауға болады. Бұл қазір біздің Қазақстанда өте дамыған, қыздар, бұл өте жақсы әдіс. Бұл әдіске кім барады? Көбінесе баланы босанып болған, енді келешекте бала босанбаймын деген әйелдер ғана бұл шешімді қабылдап, осы жолмен қынабын тарылтса болады. Бұдан кейін бірақ сіздерге айтып өтетінім, қыздар, 2-3 ай бойы жыныстық қатынасқа түспей, керісінше үлкен күтімді қажет ететін операцияға жатады. Сондықтан көбінесе қазіргі кезде осы операция жолын таңдап, осы арқылы өзіңіздің жаңағы зәр шығару жолыңызды, жыныс жолыңызды дұрыстап алған, әрине өте мен осы жолды қалайтын едім. Сіздерге кеңес беретін едім. Осы мен жоғарыдағы талқылаған тақырыбымыздың жауаптары осындай, қыздар. Сіздерге ұнаса, менің парақшама жазылыңыздар. Сіздерді қызықтырған сұрақтар, мазалаған сұрақтар жазыңыздар. Сізге жауап беруге тырысамыз.